Жыл өткен сайын елімізде қарапайым жұмысшы мамандығына деген сұраныс артып келеді. Осыған орай облыстағы кәсіби оқу орындар заман талабына сай бейімделіп, кәсіпорындарға қажетті мамандық иелерін дайындауға бет бұрып жатыр. Қаратау қаласында құрылыс техникалық колледжінде World Skills College 2022 чемпионаты мен жас маман жобасы аясында 3 бірдей жаңа корпустың ашылу салтанаты болып өтті. Толығырақ тілшіміз Бақытжан Советұлы айтып береді. Еліміз бойынша кәсіби оқу орындары арасында жылда ұйымдастырылатын World Skills коллеги чемпионаты биыл Қаратау қаласындағы құрылыс техникалық колледжінде өз жалауын көтеріп отыр. Ал ең басты қуаныш жас маман жобасы аясында 3 бірдей жаңа корпус, жаңа қондырғылармен жабдықталып іске қосылуы болды. Атап айтқанда құрғақ құрылыс және сылақ жұмыстары, электромонтаж және жеңіл автомобильдерге қызмет көрсету, жөндеу құзыреттілігі бойынша алынған жаңа технологиялар жас мамандардың пайдалануына беріліп отыр. Қазақстандағы 180 колледждің бірі ретінде мінеки осы іріктеуден өтіп, қазір таңда 3 жұмысшы құзыреттілігі, яғни электромонтаж, құрғақ құрылыс және автокөлікке техникалық қызмет көрсету мамандықтары бойынша біз мінеки оқу орындағы лабораторияларды және шеберханаларды жаңартып, жаңа заманауи қондырғылармен қамтылдық. Тарихи өткен ғасырдың 60 жылдарынан басталатын колледж бүгінде кәсіби мамандарды даярлайтын ең іргелі оқу орындарының біріне айналып отыр. Негізінен тау-кен орындары мен химия зауыттарына мамандықтар даярлайтын колледж осында орналасқан Қазфосфат, Шолақтау тау-кен кешені, Қазмұнай құрылыс сияқты үлкен өндіріс орындарымен тығыз байланыс орнатқан. Оның өзі түлектердің жұмыссыз қалмай еңбекке бірден араласып кетулеріне мүмкіндік беруде. 2007 жылдан бастап осы колледжде бізде диплом алды, тәжірибелерден өтеді. Және жаздың күні студенттік отрядтар ақылы жұмысшы жүргізеді. Мына өздеріңіз отырған зданияның өзі біздің компания арқылы соғылған. Заман талабына сай бейімделіп, замани үлгідегі жаңа қондырғылармен жабдықталып отырған оқу орнының түлектері мамандықтарын жетік меңгеріп шығады. Сондықтан да нағыз өз ісінің мамандарына деген сұраныс та артып отыр. Біздің де көздегеніміз осы дейді мұндағылар. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Жамбыл Ньюс.